Сәлем әріптес, сәлем дос. Бүгін біз сіздермен үзіліс жобасындамыз. Үзіліс жобасында оқу мақсатында көбірек кездесетін оқу мақсаттарына тоқталатын боламыз. Бүгін бізде өтініш жазу. Өтініш жазу бұл ресми қағаздар стилінің жанры болып табылады. Көбіміз оқу мақсатында өтініш жазудың құрылымдық, рәсімделу және тілдік ерекшелік деген тұстарын түсінбей жатамыз. Сонымен өтініш дегеніміз не? Өтініш бұл әлде бір нәрсені өтіну, сұрану мағынасында жазылады. Әдетте біз жұмысқа қабылдауды, немесе өзімізге қажет бір ақпараттарды алу барысында өтініш жазуымызға болады. Өтініштің құрылымы қандай? Өтініш құрылымы жазылатын кезде ең бірінші адресат жазылады. Адресат ол өтінішті қабылдаушы адам. Одан кейін адресант жазылады. Адресант өтінішті жіберуші адам. Адресанттың мекен-жайы міндетті түрде көрсетілу керек. Себебі мекен-жай көрсетілген соң өтініш туралы ақпаратты жіберетін адамның мекен-жайы белгілі болу керек. Одан кейін бізде құжаттың аты жазылады. Ол өтініш. Одан кейін өтініштің мазмұны түседі. Мазмұн жазылғаннан кейін бізде міндетті түрде сол өтініш жазылған мерзім және қол қойылады. Қол қойылу бұл академиялық адалдық талаптарының бірі. Себебі қол қойылғанда ғана біз ол өтінішті адамның өзі жазғандығын білеміз. Ресми қағаздар стилінің жанрлық ерекшелігін ескеретін болсақ, өтініш міндетті түрде қолмен жазылады. Өтініш жазу үлгісінде қандай ерекшеліктер бар, яғни тілдік ерекшеліктерге тоқталайық. Өтініш жазылған кезде міндетті түрде адресат, яғни алушы, барыс септігіндегі жалғаумен жазылады. Кімге? Дидарға, Мадиярға, Інжуге деген сияқты. Ал енді адресант, яғни жіберуші, кімнен деген шығыс септігінің жалғауымен жазылады. Ол әдетте кімнен? Алдиярдан, Әселден, Ақнұрдан деген сияқты. Одан кейін бізде өтінемін, сұранамын деген сияқты тұрақты клишелер қолданылады. Өтініш жазған кезде өтініштің форматы А4 парағына жазылады. Сіздермен бірге болған Дидар Мадиярқызы, келесі үзіліс жобасында кездескенше. Талап тілектеріңіз болса және қандай мақсат сіздерге түсініксіз болса, онда төмендегі комментарийға жаза отырыңыздар. Рахмет!